Так, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз 17-ші билеттің сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ бізде жад менеджер екен, құпия сөздерді сақтау механизмдері және операциялық жүйелерді процессор мен ағындары. Так, бірінші сұрақ жад менеджеріне өтейік. Жад менеджері дегеніміз не? Қысқаша айтқанда жадты басқару жүйесі. Жад менеджері операциялық жүйенің негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Ол бізде компьютердің жедел жадысын, яғни рамды тиімді басқаруға жауапты. Оның негізгі міндеттеріне бізде не кіреді? Мысалы, рамға тоқталайық. Рам бізде қандай қызмет атқарады? Ол бізде процессор мен жедел осы ромның арасындағы мост деп айтсақ болады. Бізде ең алғашқы компьютерлер пайда болған кезде процессор мен ромның арасындағы байланыс там қатты стабильный болған жоқ. Неге? Себебі процессордың жіберетін ақпарат көлемі намного тезірек болды, чем бізде ром қабылдап алғанша. Сол себепті мысалы бізде процессор 1-ден 2000 ұяшықты ашып тастайтын болса, ал оны ром бізде қабылдай алмай, мысалы, допустим, 500 ғана ұяшықты қабылдап алды, ал қалған 1000 жарымын ол өшіріп тастап отырды. Осы мәселені шешу үшін ғалымдар не істеді? Олар алдыда рамды ойлап тапты, яғни жедел жадыны. Былайша айтқанда random access memory. Ол бізде процессорден ақпаратты қабылдап алады. Қабылдап алған ақпаратты алады да қатқыл дискқа жібереді. Бұл жерде бізде мақсат қандай? Процессордың жылдамдығы өте жылдам болғандықтан, ал жедел қатқыл дисктің жылдамдығы одан намного баяу болғандықтан, екеуін байланыстыратын тағы да бір қатты жылдам емес, қатты баяу емес бір дүние ойлап табу керек болды. Біз не ойлап таптық? Біз дегенде мен емес, біз емес, конечно, бір қатты умный адамдар ойлап тапқан. Олар бізде жедел жадыны ойлап тапты. Жедел жады бізде не істейді? Жедел жады белгілі бір скоростьпен процессорден ақпаратты қабылдап алады. Сол қабылдап алған ақпаратты алады да қайтадан оны өңдеп қатқыл дискқа жібереді. Бұл жерде рамның атқарып тұрған қызметі ол бізде осы екеуінің арасындағы мостты құрастырушы деп айтсақ болады. Оның кемшіліктеріне бізде не кіреді? Мысалы бізде ROM, яғни read only memory деп тұр, тек қана оқу үшін арналғандықтан, ол бізде полностью оны өзіне сақтайтын ақпараттарды, так скажем, коробка десек болады. Ал жедел жады ше? Жедел жады ол просто алады да оны тасымалдайды, болды. Ол тек қана жұмыс істеп тұрған кездердегі ғана ақпаратты сақтай алады. Ал егерде ол жұмыс істемей қалса, оның ішінде ақпараттардың барлығы өшіп қалады. Вот. ROM мен RAM-ның айырмашылығы осыда екен. Ол түсінікті болды деп ойлаймын. Онда мен келесі сұраққа көшейін. Құпия сөздерді сақтау механизмдері. Құпия сөздерді сақтау механизмдері бізде бірнеше түрге бөлінеді. Құпия сөздерді сақтау дегенде уже атайып тұрғандай, құпия сөздерді белгілі бір қиындықта сақтау. Оның негізгі үш түріне келейік. Бізде хэш функциялар бар, соль бар, яғни salting, немесе кілтті туындату функциялары, KDF. Каждайына жеке-жеке тоқталатын болсақ, ол бізде қандай қызмет атқарады? Мысалы, хэш функциялары. Хэш функциялары ол бізде белгілі бір парольді алып, өзінің алгоритмдеріне салу арқылы, мысалы, SHA-256 хэшіне салатын болсақ, ол бізде белгілі бір осындай комбинациялармен, сандар мен әріптердің комбинацияларын береді екен. Бұны негізі ең тиімді деп ойлаймын. Неге? Себебі бұның артықшылығы құпия сөзді хэштен кері табу мүмкін емес. Яғни сіздерде парольдарыңыз осындай түрде сақталатын болса, оның бастапқы паролін, яғни осы QWERTY 123 екендігін табу почти что невозможно, мүмкін емес. Сол себепті осы хэш функцияларын қолдануға кеңес беремін. Келесі соль қосу немесе salting. Мысалы бізде QWERTY 123 деген пароль болсын. Кездейсоқ оған сольді қосу дегеніміз ол қалай? Тамақ істейміз, тамақ істеген кезде оның дәмі жақсырақ болу үшін біз оған соль қосамыз. Сол соль қосу арқылы біз паролімізді дәмдірек етеміз. Яғни бізде бастапқы пароліміз осындай болса, соль қосу арқылы пайда болған пароліміз осындай болып шығады. Белгілі бір таңбалар, сандар, бас әріптер қосу арқылы біз паролімізді қиындата аламыз. Бұл бізде қандай кезде көмектеседі? Кейбір жаман пиғылды адамдар паролімізді тауып алу үшін белгілі бір комбинацияларды жасау арқылы пароль тауып алады. Мысалы, QWERTY 123 деген парольді сол комбинациялар арқылы
допустим 100 комбинацияның ішінде 1000 комбинацияның ішінде тауып алуы мүмкін. Ал егер біз осындай символдарды қосатын болсақ, там миллиондаған комбинация жасау керек болады. Сол кезде оған табу уже қиынырақ болады. Бұл бізде қалай қызмет атқарады? Қысқаша айтқанда, екі бірдей құпия сөз әртүрлі сольмен әртүрлі хэш береді. Бұл бізде шабуылдан қорғайды екен. Және осы шыққан пароліміз біз тағы да хэштей алады екенбіз. Хэштеу дегеніміз, жаңа түсіндік, белгілі бір парольді белгілі бір сандардың, әріптердің комбинациялары арқылы жиынтығы. Келесі кілтті туындату функциясы. Мысалы, бізде осындай бір құрал болсын. Одан кейін бізде тағы да бір құпия сөз берілсін, және соль берілсін. Итерация санына бізде 10.000 болсын, және алгоритм 10.000 рет хэштеп, соңғы нәтижені шығарады. Бұл бізде ең күшті деген шабуылдарға төтеп бере алады екен. Бұның бізде айырмашылығы басқалардан қандай? Ол бізде 10.000 рет хэштеу арқылы, яғни бір рет хэштеді, деген комбинацияны берді. Өйтірді, мына что-то оңай болады дейді, тағы да 10.000 рет деп 10.000 рет. И менің ойымша бұл тағы да бір ең мықты құпия сөздерді жасырудың способы деп ойлаймын, бірақ қарапайым адамдарға бұны қолданудың дымға да қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл, скорее всего, өте маңызды данныйларды сақтаған кезде қолданылатын құрал. Сол себепті бұған қатты бас қатырып керек емес деп ойлаймын. Так, онда келесі сұрағымыз бізде қандай? Келесі сұрағымыз бізде процессор мен ағындар. Процессор мен ағындарды мен түсіндіру барысында оны фотомен түсіндірсем оңайырақ болады деп ойлаймын. Мысалы, бізде процесс пен ағын екеуі бір-біріне тығыз байланысты анықтамалар болып табылады. Яғни, процесс дегеніміз не? Процесс дегеніміз белгілі бір бағдарламаны орындау үшін құралатын ящик десек болады. Мысалы, біз аштық Word'ты. Word'ты аштық, бізде новый процесс ашылды. И оның ішіне, сол Word'тың ішіне біз текст жазатын болсақ, тағы да бір ағын шықты. Тексті өшіріп тастап, допустим, бір сурет салдық. Тағы да бір ағын шықты. Оның ішіне тағы да бір тексттерге біз басқа бір өзгерістер енгіздік. Тағы да бір ағын шықты. Дәл осыны біз процесс пен ағын деп айтады екенбіз. Процесс пен ағынның айырмашылығы осыда. Процесс ол бізде жеке дара жүреді, ал ағын процесстің ішінде жүреді. Мына жерде айтып отырғандай, ағын дегеніміз процесс ішіндегі шағын орындалу жолы. Және процесс пен ағындар всегда бір-біріне ұқсас болады. Атқаратын қызметтері бірдей. Мысалы, мен жаңа процесс аштым, Word'тан кейін алдымда, мысалы, Figma'ны аштым. Figma'ның ішіне алдымда мен новый, так скажем, сурет алып бастадым. Тағы да бір ағын шықты. Ол суреттің ішіне бір тағы да бір түс қостым. Тағы бір ағын шықты деген сияқты. Жаңағы Figma мен Word'тың ішіндегі жеке-жеке ашылған процессор екеуіне никак не связаны. Екеуі бір-бірімен байланыспайды. А вот оның ішіндегі ағындар бір-біріне байланысады екен. Осылай біз процесс пен ағынның айырмашылығын таптық, иә. Ондай болатын болса, менің ойымша, Айнаш апай, маған Өрбешкадан 100 балл қоюға болады деп ойлаймын. Ұлықпанға 100 балл қойғысы келетіндер қолын көтерсін десең, иә. Ладно, онда менің Инстаграмға тіркеліп қойсаңыздар болады. Осындай қызықты контенттермен бөлісіп отыратын боламын. Менімен бірге информатикадан 140 баллға бірге қадам басайық. Всем пока-пока.